Қайырлы күн менің құрметті оқырмандарым. Бүгін мимоза жасаймыз. Ол үшін бізге піскен картоп пен жұмыртқа, сарымсақ, майонез және сардина в масле деген қажет болады. Картопымызды үлкен теркадан өткіземіз. Үстінен майонез жағып аламыз. Сіздерге арасына піскен сәбізді қосуға болады. Өте дәмді болып шығады. Кейінгі слой сардина және сарымсақ. Тағы да үстінен майонез жағып аламыз. Жұмыртқалардың ағы мен сарысын ажыратып, екеуін кішкентай теркадан өткіземіз. Жұмыртқаның ағы келесі слой болып шығады. Үстінен майонез жағып шығамыз. Ең ақырғысы жұмыртқаның сарысы. Оны да кішкентай теркадан өткізіп, салатымызды сәндейміз. Жұмыртқаның сарысы желденбес үшін осылай салафанмен немесе пищевой пленкамен жауып қоямыз. Баршаларыңызға ас болсын.